бәріне қайырлы таң. Күшті көңілмен шығып едім. Енді сынақ қой, бірақ дегенмен біреу машинамды сырғанда да кәдімгідей есік тақылдап қалған. Ашып жапқанда сөйтіп қашып кеткен. Қалай солай істеуге болады? Мен машинам как раз сигнализациясы өшіп қалған ғой. Студияға шықтым және де уайымдап жатқан жандарға барлығына рахмет. Адамша қашып кетпей, шешуге тырысып, тіптен ақшасы болмай тұрса да сөйлесуге болады да, енді тіл берілген деген сияқты. Ренжімеңіз, қазір болмай тұр, ертең жасаймын, жауапкершілікті алып тұрмын, қашып тұрған жоқпын десе, мен де түсініктемін. Ал бұл жерде адам даже машинасынан түспеген, тақ етіп соққан, алдыға беріп, артқа беріп, әйтіп қашып кетіп қала салғанда, қашан үйренеді екенбіз жауапкершілікті мойынға алуға, жақсылық жасасақ та, жамандық жасасақ та деген сияқты. Оның арты мысалға да қашып кеткен адамның жақсылыққа апармайды, қоян суретін салмай жасағаннан кейін мойынмен көтеру керек еді. Ал енді заң өзі сөйлейді, лишение бола ма, штраф сала ма, енді оны өзі көре жатар. Дегенмен енді неприятно, все равно неприятно. Вот, бұндай ситуация бастарыңызда болып жатса, сіз кінәлі болсаңыз да негізі орында шешіңіздер деп айтқым келеді, себебі басты ешкім жұлып алмайды. Сейчас поставлю. Аж двинулась. Насколько у вас этих? Это получается 6:39, да, время? 6:40 с копейкой. 6:45 примерно утра.